100 болды, 1000 болды, миллион болды, шарқ сақтыр үлкейіп келе жатырмыз. Аллах болса жатырдың ішінде бізге рызқымызды берді. Қамқорына алды. Керек нәрсенің бәрін жеткізіп тұрды біз сол жатырда жатқан кезімізде. Бір уақытта сол кезде біз сол үлкейіп жатқан кезде Құран аятында келген сияқты وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ Біз адам баласын сондай бір айдың асылынан жараттық дейді, топырақтан. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ Аллах бізге есімізге салады, одан кейін біз оны тамшы суды сол жатыр деген жайда қойдық дейді. Кейін дейді ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً Сол бір тамшы суды біз ұйыған қанға айналдырдық дейді. Арабтың сөзі сондай қысқа, нұсқа, бірақ көп нәрсе береді. Алақа деген сөз арабтың тілінде бірнеше мағына береді. Біреусі жабысып тұрған нәрсе, екінші сүліктің аты олар алақа деп атайды. Үшінші ұйыған қанды алақа дейді. Біз жатырда тұрған кезде бізде осы үш сипатта болды. Біз жатырға жабысып тұрмыз. Біз жатырдан қоректеніп жатырмыз сорып. Біз ұйыған қан едік. Біз ұйыған қан едік. Фахалақнал алақатан мудғатан Кейін ұйыған қанды мудға қылдық дейді. Мудғаны біз кітапта кесегет деп аударып біз кусок мяса деп. Бірақ оны егер таза аударатын болсақ, мудға деген аузыңызға сағызды шайнап шығарсаңыз, шайналған затты мудғатын деп атайды да. Сол сағызды шайнаңыз аузын тісіңізге салып, аузыңыздан шығарыңызшы. Неге ұқсайды? Эмбрионға ұқсайды да, ол біз едік. Аллах Тағала кесегет деп қана қоймастан, оның кейпі қандай, суреті қандай болатынын бізге айтып қойды. Сол жерде қандай болатынын айтып кетті. Кейін Аллах Тағала айтады. Фахалақ мудғата айзаман Кейін сол жерде сүйек пайда қылып дейді. Субханаллах, ойлаңыздаршы. Біз бір тамшы су едік, қан болдық, ет болдық, клетка өсіп келе жатыр, жұп-жұп болып. Домалан өсіп келе жатқан кезде бірақ та соның ішінде қап-қара дақтар пайда бола бастады. Ол сүйектер еді. Соның ішінде мыңдаған сүйектер тұрды. Біреу бастың сүйегі, біреу саусақтың сүйегі, біреу аяқтың сүйегі. Неге біздің бастың сүйегі тура саусақ сияқты болып кетпеді? Бір алақанымызда, мына алақанымызда 27 сүйек бар екен. Дәл керек жеріне Аллах сол сүйектерді қойып берді. Әрқайсының өз ұзындығын өзіне сәйкестіріп берді. Біз сол күйінде болдық, сол сүйектің кейін Аллах не айтады? Факасауна лайдама лахма Сол сүйекті етке киіндірдік дейді. Факасауна киіндіре бастадық дейді. Міне сол кезде бізде форма пайда бола бастады. Сол кезде аяқ қолымыз созылып, басымыз шықты. Әлхамдулилля, осындай көркем келбетке келдік. Осындай көркем келбетке келдік, енді отырмыз. Аллах Тағала сол бір тамшы суды қанға, қанды етке, одан сүйекті ет қаптап, одан кейін бізге көретін көз берді. Субханаллах. Жарайды. Алда бір шелек суды алда 9 ай 10 күнге емес, 9 жылға қараңғы бөлме болып қойшы, сол бір нәрсеге айналар ма екен? Айналар ма екен? Біз болмашы судан. Алам нахлуккум мин маин махин. Ей адам, бір болмашы судан жаратқан жоқпын ба дейді Аллах, есімізге салады. Артқа бір қайтып көрейік, біз кеше кім болдық? Кеше біз ұрық су болдық. Және ол қандай еді? Хулиқа мин маин дафиқ. Адам баласы бір атылып шыққан ұрық судан пайда болып дейді. Қайерден шықты ол ұрық су? Ауыздан түсіп қалды ма? Мұрыннан тамды ма? Құлақтан шықты ма? Біліп тұрмыз қайерден шыққан. Аллах Тағала бізді ауыздан шығарса болатын еді. Мұрыннан шығарса болатын еді. Бірақ Аллах Тағала бізді сол жерден шығарып қойды. Тәкаппар болмасын деп. Кей кезде келіп, Құдай садақа берілсін, садақа. Неге мен бұның бәрімен біліммен жеттім, өзім ақылыммен жеттім деп басын келіп бүйтіп көрсетейін десең, сол бастан сіңдіріп те шығады, қақырып та шығады. Не деп шірейін десең, қолтығың сасиды. Біз ғой деп кеуден қақсаң, ішінде нәжіс толып тұр. Аллах Тағала сол нәжісті күніне бірнеше рет дәреткенаға барып, өзіңнің қолыңмен сүрткізіп қойды, өзіңнің кім екенін тануың үшін. Кім сені адам қылып ұстап жүргенін көрсету үшін. Кім сен осындай көркем келбетке бірген үшін? Аллах Тағала. Сен бір сондай үшін. Сол үшін кей кезде ғалымдар айтады, мына христиан дінімен ақыл бір жерде жоқ дейді. Олар өздерін құдайын дейді, қайерден шығарып алды өздері дейді. Иса пайғамбар кімнен туды? Мариям анамыздан туды. Қайерден туды? Түсінікті белгілі. Құдайды нәжіс шығаратын жерден шығарып алғандарына ай дейді.
Не сен христиан болып ақыл тастау керексің, или ақылды болып христиан дініне кірмеуің керексің дейді. Аллах есімізге салып жатыр. Тәкаппар болып кетпеу үшін. Сол нәжіс шығатын жерден шығып тұрып кейбір бишаралар ана раббукумул а'ла, мен ұлы құдаймын дейтін не дейсің да? Шіренетін не дейсің? Аллах Тағала соны есімізге салып жатыр. Қарасын қайдан жаратылғанын, қарасын неден жаратылғанына. Біз айтып жүргенде қазір біреу келіп, ей, ты разве ты сперматозоид десең шыны келеді. Сол нәрсені ұрық суды осы адам қылып, қазір отырмыз, субханалла. Ойлап қараңыздаршы, ұрық су және сіз салыстырыңыз екеуінің арасында қандай керемет жаратылыс жатыр. Осындай кейіпке келтірген ол Аллах Тағала емес пе? Ол ұрық су яхруджу мин байни сулби ва тараиб. Ол ұрық су адамның бел сүйегі мен кеуде сүйегінің арасынан шығады дейді. Кейбір тәпсір ғалымдар айтады, бел сүйегі еркектікі, кеуде сүйегі әйелдікі дейді. Сол жерден шыққан ұрықты, сол ұрықтың шығатын жері сол жерден деп айтып қояды Аллах Тағала. Кей кезде қазақтарда бала белді деп қоятын, содан қалған да. Бала белді деп қоятын. Аллах Тағала ұрықтың қайдан шығатынын оған есіне салып қойған екен. Ол адамның бел сүйегі мен кеуде сүйегінің арасынан шығады екен. Сол үшін адам баласы өзінің неден жаратылғанын және өзінің осы келбетке кім берген білуге тиісті екен. Сол үшін Аллах Тағала Құранда осыған ұқсас аяттарда не деп айтады бізге еске салып? Я айюхал инсану ма ғаррака би раббикал карим. Ей адам, не нәрсе сені Құдайға құлшылық етуден тосып қойды, не нәрсе сені алдап тұр дейді. Сені сондай бір нашар судан, болымсыз судан осындай көркем келбетке келтірген Құдайға құлшылық тосудан не нәрсе тосып тұр сені дейді. Неге сен ақыретті өтірікке шығарып жатсың дейді. Бе раббикал карим, ол жомарт Раббың емес пе саған осындай көркем нәрсені берген. Аллах соны да кешіріп тұр да, сондай бір Аллах оларды нәжіс шығатын жердегі мәни судан шығарды да, адам келбетіне берген кезде Аллах солардың тәкаппарлығына да сабырлық көрсетіп жатыр да. Қандай залым адам баласы, қандай надан адам баласы. Қазір біреулер таңғалады, пәленше намаз оқып десе, иә, қалай дейді. Намаз оққанға таңғалып жатыр да. Намаз оқымағанға таңғалуымыз керек. Аллах бізді жаратып, көркем келбет берген кезде Аллах Құран аятында Я айюхал инсану ма ғаррака би раббикал карим. Ей адам баласы, сені сондай жаратқан көркем, мейірімді, рақымды Аллах Тағала не нәрсе алдап тұр оның айтқан істеуге? Аллади халақака фасауака фаадалак. Сол Аллах Тағала емес пе сені жаратқан? Сол Аллах Тағала емес пе сені сондай теңестірген? Сол Аллах Тағала емес пе бойыңды түзеген? Фи айи суратин ма ша'a раккабак. Саған қалаған келбетін берген дейді. Калла бал тукаддибуна биддин. Жоқ, сендер қиямет күнін өтірікке шығарасыңдар. Аллах Тағала бізге сол өзіміздің жаратылысымызға бір қарауға бұйырып қойған екен. Не нәрсе сені алдап жатыр дейді. Тұрам екен сол тұрам екен кейбір тиын тебен, тұрам екен бір жаман нәрселер Құдайымызды ұмытуға. Бізді осындай көркем келбетті келтіргенге Аллах Тағала осыны айтып келіп, шынымен де қарап тұратын болсақ, біздің жұтып алғанымыз Құдайдың берген ауасы, басып жүргеніміз Құдайдың берген жері, төбемізде Аллах аспан мен жұлдызды ант етті. Төбемізде тұрған аспанның егесі де Аллах Тағала, жұлдыздың да егесі Аллах Тағала, соның бәрін басқарып тұрған Аллах Тағала, соның бәрін Аллахтан алып тұрып, Құдайдың сөз айтылған кезде тәкаппарланған адамға не жол болсын? Қандай надандық десеңізші? Сол үшін Құранда айтады, "Уаман аулама мимман а'рада ан зикри рабби". Құдайдың сөзі Құраннан бас тартқан адамнан залым адам бар ма дейді? Одан өткен залым бар ма дейді? Ең үлкен залым. Өзін жаратқан Аллах Тағала ең таңдаған періштесі Жәбірейілді таңдап, ол арқылы ең таңдаған құлы Мұхаммед пайғамбарымызды таңдап, өзінің қасиетті Құранды жіберген кезде көреміз дейді. Кімсің сен Құдайға көреміз деп айтады. Тіпті пенсияға дейін күте тұрсын деп айтудың өзі үлкен арсыздық. Үлкен арсыздық. Аллах Тағала біздің неден шыққанымызға қарасын дейді. Кейін Аллах Тағала осыны айтып келгеннен кейін айтады, "Иннаху ала раджиhi лақадир". Сол Аллах Тағала дейді, қайтадан сені кері қайтаруға толық құдіретті дейді. Ғалымдар екі тәпсір береді.